зейнетке шыдамайды, олардың денсаулықтары жоқ деген сияқты. Соның барлығын енді қарастырып жатқан біз ештеңе көріп жатқан жоқпыз ғой. Неге десеңіздер, қазір 58 елді пенсияға шығып жатқан адамдарды көріп тұрған жоқпыз. Семей болсын, ауылдың адамдары болсын, қаланың ауылдары болсын, ауыр жұмыс істейтіндер болсын, сәкі сыпыратындар, сәкі жуатындар, көше сыпыратындар болсын, ешкім 58-ге шығып жатқан жоқ қой. Сол сіздердің қарастырғандарыңыз осы ма деген сұрақ қой бізде. Енді Семей туралы айтып жүрміз. Семей ядролық полигонынан зардап шеккен азаматтарға байланысты біз бір қатар заңдарға өзгерістер енгізіп, мысалы, Семей ядролық полигонынан зардап шеккен азаматтар арендаға үй алатын болса, ол үйлерді тегін жекешелендіруге құқылы. Яғни, үйдің құны 15 миллион бола ма, 20 миллион бола ма, егер де Семей ядролық полигонынан зардап шеккен туралы куәлігі болатын болса, сол үйді атқарушы орган оған тегін береді. Бұл осыдан бір жыл бұрын қабылданған заң. Қазір міне осы арқылы Семей полигонынан зардап шеккен азаматтар үйлерін тегін, арендаға берген үйлерін тегін жекешелендіріп жатыр. Абай облысы бойынша осы уақытта 1,5 мың адам қазір тегін үйлерін жекешелендірді. Бұл үлкен ғой, мысалы 1,5 мың адам, үйдің құны 15-20 миллион болады, 15-20 миллионды үйдің олар тегін өз аттарына шығарып жатыр. Бұл, мен ойлаймын, Семей ядролық полигонынан зардап шеккен азаматтарды қолдау. Екінші, зейнеткерлік жасқа байланысты мәселе бірнеше рет көтерілді, бірақ үкімет оны қолдаған жоқ. Ашық түрде айтамыз. Бұл мәселені көтеруді ары қарай да біз жалғастырамыз. Өйткені Семей ядролық полигонынан зардап шеккен азаматтар бұл мәселені жиі көтереді. Әйелдердің зейнетке шығу жасын төмендету туралы. Бұрынғы 58 жасты қайта қалпына келтірсе деп көтереді. Бірақ оны әзірше үкімет қолдаған жоқ. Үкімет қолдап жатқан жоқ.